ауыл әкімін сайлау, аудан әкімін қазір эксперимент бойынша осы биылдан, келесі жылдан әр облыста 2-3 аудан әкімдері сайланбақшы. Мұны осы жерде де жаңалық болу керек. Тағы да мен барсам айтады ауылда. Осы халық сайлау керек қой дейді, бірақ бәрібір облыстың әкімі шешеді дейді. Осыдан кетуіміз керек. Облыстың әкімі бұған қатыспау керек ешқандай. 4-5 адам түссін, 10 адам түссін, қанша адам түссін, қай мықтысын ауданның халқы өзі шешетін болу керек. Әлі де сол бұрынғы жүйеден сол облыстың әкімі шешеді, жоғарырақ шешеді деп қарап отыр. Жақсы бизнесмендер түспекші, жақсы азаматтар түспек, сол жерде елден шыққан түссін, бағын көрсін. Біз демократиялық жүйеге қадам басуымыз керек қой. Сонда ауылды өзінің әрқайсысы бағдарламасына шығады, ауылда сонда ауылдың дамуын көрсетеді деп айтқым келеді.